Ботқа пісіретін қазан. Тәжік халық ертегісі. Қыстақта жетім қыз бен оның інісі өмір сүріпті. Бір күні олардың қарындары қатты ашыпты. Бірақ жейтін ештеңелері болмапты. Қыз жейтін азық іздеп жолға шығады. Жолда бір құмыра суды әрең көтеріп келе жатқан кемпірді көреді. Қыз қасына жүгіріп барып, «Әжетай, әкеліңіз, мен көмектесейін», депті. «Жарайды», деп жауап қатыпты кемпір. Ол құмыраны көтеріп, үйіне дейін жеткізіп беріпті. Кемпір қызға қатты риза болып, рахмет айтып, оған қазан сыйлапты. «Бұл жай қазан емес», депті. «Егер оны дастарханға қойып, қазан, ботқа пісірші десең, ол бірден ботқа пісіріп береді. Рахмет қазан, жетеді десең, ол пісіргенін қояды». Қыз қуанып кетіп, қазанды алып, үйіне қайтады. Енді әпкелі-інілі балалардың қарындары әрқашан тоқ болыпты. Олар қарындары ашса болды, қазанды дастарханға қойып, «Қазан, ботқа пісірші» дейді екен. Сол сәтті-ақ қазан оларға ботқа пісіреді. Бір күні қыз егістікке кетеді. Інісінің қарны ашып, әпкесін күтпестен қазанды дастарханға қойып, «Қазан, ботқа пісірші» депті. Қазан ботқаны пісіре бастайды. Бір кезде қазан ботқаға толғанда, «Рахмет қазан, жетеді» деп айтуды ұмытып кетеді де, «Енді керек емес, пісірме» деп айқайласа да, қазан тоқтамастан ботқаны пісіре береді. Қазан толып, шетінен шығып, бүкіл дастарханға төгіліпті. Біраздан соң ботқа бөлмеге толып, содан соң аулаға жайылып, ақыры көшенің бойымен аға береді. Көшедегі халық мұндай ғажапқа таң қалып, не істерлерін білмей тұрып қалады. Қыз не болғанын түсіне қойып, «Рахмет, қазан, жетеді» деп қатты айқай салады. Қазан бірден ботқа пісіргенін қоя қойыпты. Әбден ботқаға малынып, қыз үйіне кіріпті. Келсе, інісі орындықта жылап отыр екен. Осыдан кейін інісі ешқашан әпкесінің рұқсатынсыз қазанды алмайтын болыпты. Шортанның қалауы бойынша. Орыс халық ертегісі. Бір шалдың 3 ұлы болыпты. Екеуі ақылды, үшіншісі ақымақ Емеля. Ол күні бойы пеш үстінде жатудан басқа түк те істемейді екен. Бірде бауырлары базарға кетеді де жеңгелері: «Емеля,
су алып келші, әйтпесе ағаларың базарлық әкелмейді дейді. Эмелия пештен түсіп, шелек пен балта алып өзенге кетеді. Эмелия мұз ойығынан шелекпен су алып шыққанда шортанды да ұстап алады. Мені жіберші, деп жалынады шортан. Барлық қалауыңды орындайын. Сен тек шортанның әмірімен, менің қалауыммен деп айт, бәрін де жасаймын. Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, шелектер өздерің үйге барыңдар, деп бұйырғаны сол еді. Су толы шелектер өздері үйге кетті. Эмелия шортанды жіберіп үйге қайтты. Келесі жолы оны орманнан ағаш әкелуге жұмсады. Эмелия аулаға шығып, шанасын жекті де, шортанның әмірімен, менің қалауыммен, шаналар, өздерің орманға барыңдар, деді. Шана орманға барды. Ағашта осылай өзі жарылып, өзі артылып, шанамен өзі үйге барып та қалды. Бұл ғажап ел арасына тарап кетті. Оны патша да естіп, Эмелияға уәзірін жұмсайды. Уәзір Эмелияға келіп, «Жүр, ақымақ, сені патша шақырып жатыр», дейді. «Ал менің барғым келмейді». Уәзір ашуланып, Эмелияны жақтан тартып жібереді. Сонда ол, шортанның әмірімен, менің қалауыммен, шоқпар, уәзірдің сазайын бер, дейді. Аяқ астынан шоқпар шыға келіп, уәзірді төмпештей жөнеледі. Уәзір ақыры жалынып жүріп, Эмелияны патшаға келеді. Эмелия патшаның қызын қатты ұнатып қалады. Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, патшаның қызы, маған ғашық бол, деп әмір етеді. Патшаның қызы Эмелияға құлай ғашық болып қалады. Әкесіне жалынып, өзін Эмелияға тұрмысқа беруді өтінеді. Патша ашуланып, Эмелияны теңізге лақтыруға бұйрық береді. Сонда Эмелия шортанның әмірімен, менің қалауыммен, бізді алысқа алып кет, деп әмір етеді. Осылайша ол өзіне сарай салдырып алып, патшаның қызы екеуі бақытты өмір сүріпті. Ұр-тоқпақ, қазақ халық ертегісі. Баяғы заманда кемпір мен шал өмір сүріпті. Олар кедей болыпты. Тек құс аулау арқылы күнелтіпті. Қарт майда шүйде жабайы құсқа тұзақ құрыпты. Бірде ол тұзақтарын тексеруге барса, ілмектердің біріне жабайы қаз ілініп қалыпты. Қария ілмекті шешіп, қазды бауыздап тастамақшы болады. Қаз оған былай деп жалынады. Мені жібер, бір жылдан кейін мен сенің кез келген тілегіңді орындаймын. Қария қазды босатып, еркіндікке жібереді. Үйге оралып, болған жайтты кемпіріне баяндап береді.
кемпірі болса ұрса жөнеледі. Сен бұл өмірде ештеңе түсінбейсің. Бірақ қарт оны тыңдамады. 1 жыл өтеді. Ол қазды іздеп тапқысы келеді. Далада келе жатып бір табын түйелерді көреді. Жақындап келіп түйешіден: «Бұл кімнің табыны?» деп сұрайды. «Бұл Қазбайдың түйелері», деп жауап береді түйеші. «Сол Қазбай деген баяғы қаз емес пе екен?» деп болжайды қария. Әрі қарай жүріп, кең шалғында жайылып жүрген бір отар қойды көреді. «Бұл кімнің қойлары?» деп қария айқайлап қойшы баладан сұрайды. Қойшы бала: «Бұл Қазбайдың қойлары», деп жауап береді. Қарт қойшы баланы қасына шақырып, ақырындап былай деп сұрайды: «Айта ғой балам, Қазбайдың байлығы көп пе?» Шопан бала былай деп жауап береді: «Ата, Қазбайда 3 керемет нәрсе бар. Бірі таңғажайып қазан. Оған қазан тамақ әзірле деп айтсаң болғаны, ол өз бетінше тамақ пісіре бастайды. Ал екіншісі алтын тиын төгетін керемет есек. Және дуаланған тоқпақ бар. Оған ұр тоқпақ десең болғаны, жауларын өзі ұра бастайды». Қария шопан баланың әңгімесін тыңдап болған соң, Қазбайдың ауылына жолға шығады. Қазбайдың ауылына келсе, үйдің иесі оны есік алдында күтіп отыр екен. Қария қонақ болып жатып, кетерінде сиқырлы қазанын сұрап алады. Қайтар жолда бір ауылдың жанынан өтіп бара жатса, алдынан сол ауылдың балалары жүгіріп шығады. «Ата, ата, бізбен бірге түстеніңіз», деп өтінеді. Қария келісе кетеді. Бірақ киіз үйге кірмес бұрын: «Қазан, тамақ әзірле», дейді. Қазан оларға түрлі дәмді тағамдарды дайындап береді. Балалар сиқырлы қазанды ұрлап алып, оның орнына қарапайым қазанды қойып кетеді. Қария қазанды үйіне әкеліп, «Қазан, ас пісір», дейді. Бірақ қазан ас пісірмейді. Содан кейін қария оны Қазбайға қайтарып береді. Қазбай қазанның шынымен де ас пісірмейтініне көз жеткізіп, қарияға сиқырлы есегін береді. Қайтар жолда балалар тағы да қартты шақыра бастайды. «Ата, ата, бізбен бірге түскі ас ішіңіз». Қария есектен түсіп, балаларға есек ақыр деп айғайлауға болмайтынын ескертеді. Қария киіз үйге кірген бетте балалар есекті қоршап алып, «Есек ақыр» деп айқайлай бастайды. Есек ақырған сайын алтын төгіле бастайды. Балалар бірден сиқырлы есекті алып кетіп, орнына басқа есекті байлап қояды. Қария есекті үйге жетектеп келіп, кемпіріне көрсетеді. Кемпірі болса: «Қазбай саған алғыс білдірді ме?» деп сұрайды. Қария сиқырлы есектің не істей алатынын көрсеткісі келеді. «Есек,
ақыр деп айқайлайды. Бірақ ол тіпті құлағын да көтермейді. Үшінші рет қария Қазбайға барып, есегіңнен пайда жоқ дейді. Осы кезде Қазбай оған дуаланған тоқпақты береді. Қайтар жолда қарияны баяғы балалар күтіп алады. Бұл жолы қарт адам кірер алдында оларға ұртоқпақ деп айтуға болмайтынын ескертеді. Бірақ балалар қарт адамнан керемет нәрселерді алып дәмеленгендіктен, осы жолы да ұртоқпақ деп айқайлай бастайды. Таяқ жерден өзі көтеріліп, балалардың арқасынан ұра бастайды. Балалар жылап, тоқпаққа бізді ұрмашы, ұрмашы, біз бәрін қайтарамыз. Қазанды да, есекті де бізді ұрмашы деп жалынады. Қария алдарынан шығып былай деп сұрайды. Ал енді сиқырлы қазан мен ақырса алтын түсетін есекті қайтарасыңдар ма? Қайтарамыз ата, қайтарамыз деп келіседі балалар. Қария тоқпақты тоқпақтатып, балалардың сиқырлы қазаны мен өз есегін алып жолға шығады. Ол өмірінің соңына дейін дәулетті болып өмір сүріпті.